жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум арма қазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең соңғы жаңалықтарды ең біріншілерден болып білгіңіз келсе, арнамызға жазылып лайк демесін басыңыз. 2026 жылдан бастап қарызын төлемей жүргендердің зейнетақы шоттары бұғаттала бастайды. Қазақстан үкіметі 2026 жылғы 1 қаңтарынан бастап міндетті және де кәсіптік зейнетақы аударымдарына жаңа тәртіп енгізетін қаулы қабылдады деп хабарлайды baq.kz тілшісі. Жаңа ережелерге сәйкес қарыздары бар жұмыс берушілердің есеп шоттары менен кассалық операциялары уақытша тоқтатылуы мүмкін. Егер жұмыс берушінің зейнетақы аударымдары бойынша қарызы 6 айлық есептік көрсеткіштен, яғни 2026 жылғы 1 айлық есептік көрсеткіш 4325 теңге, яғни 25950 теңгеден асса, жергілікті мемлекеттік кірістер органынан 5 жұмыс күн ішінде хабарлама келеді. Хабарлама алынғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде қарыз төленбесе, қарыз иесінің барлық шығыс операциялары менен кассадағы төлемдері тоқтатылады. Жаңа тәртіп зиянды еңбек жағдайында жұмыс істейтін қызметкерлерге аударым жасайтын жұмыс берушілерге де қатысты. Олар әр қызметкер үшін кәсіптік зейнетақы аударымдарын өз есебінен ай сайын төлеуге міндетті. Сонымен қатар жаңа ережелер өзін-өзі жұмыспенен қамтушыларға, жеке кәсіпкерлерге және де интернет платформалар арқылы жұмыс істейтін азаматтарға да қатысты. Оларға аударымдарды есепті айдан кейінгі айдың 25-не дейін жүргізу міндеті қойылады. Платформалық жұмыспенен қамтылуы ресми түрде ережеге енгізіледі. Бұл интернет сервистері менен мобильді қосымшалардың платформалары арқылы қызмет көрсететін жеке тұлғалар үшін аударымдарды жинаушы агентке айналатындығын білдіреді. Жаңа ережелер бойынша ай сайынғы табыстар есептелгендегі салық кодексіндегі көрсетілген барлық төлемдер есепке алынады. Тек белгілі төлемдер салықтан босатылған жағдайда ғана есепке қосылмайды. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де бір ғана лайк демесін басып сау саламатта болыңыздар.